Әлемде әр 5 секунд сайын бір адам қатерлі ісіктен қайтыс болады. Және медицина дәрменсіз болғандықтан емес, біз әрқашан қолымызда болған ең күшті және ең қолжетімді қаруды елемейтіндіктен. Дәл қазір мен онда нақты өнім туралы айтатын боламын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы онкология қаупін 50% төмендетеді деп есептейді. Және бұл зертханалық өнімдер емес. Біздің ата-бабаларымыз осылай жеген, мұны өсірушілер ұмытып кеткен. Бірақ табиғат есінде. Азық-түлік қару бола ала ма? Сіз сұрайсыз ба? Адамдар 4-ші сатыдағы қатерлі ісікпен ауыратын адамдар қанша уақыт өмір сүреді деген сұрақ ойға оралғанда, кеш болған кезде дәрігерлерге жүгіруге бейім. Бұл ретте күн сайын дүкеннен не сатып алу керектігін және кешкі асқа не пісіру керектігін таңдау еленбейді. Көптеген адамдар үшін шешуші болуы мүмкін таңдау. Күн сайын онкологиядан 20 мың адам қайтыс болады. Бүкіл стадион барлығының көз алдында жанып жатыр. Сонымен қатар, жағдайлардың жақсы жартысының алдын алуға және өз бақылауына алуға болады. Біз үнемі күмәнді тиімділікпен әртүрлі тағамды қоспаларға 1 тонна ақша жұмсаймыз. Сонымен бірге өзімізге нақты мүмкіндік беру үшін бүгін дүкеннен не сатып алатынымызды ойламаймыз. Менің кардиолог әріптесім бар. Ол өте көңілді. Ол кездескен кезде үнемі 2-3 әзіл айтып, әртүрлі болады. Қазір сөйлеу қаншалықты сәнді болса, денеге соншалықты позитивті. Оның үлкен кеңсесі бар. Ал мына үлкен кеңседе 2 үлкен былғары орындық бар. Олар соншалықты ескі. Сіз оларға отырғанда олар сізді құшақтайды. Және шай үстелі. Бұл үстелде әрқашан әртүрлі тәттілер көп болатын. Дәрігер жақсы, пациенттер риза. Және ол әрқашан өзімен бірге бірдеңе алып жүретін. Біз онымен күн сайын сағат 7:40-та таңертеңгі реанимация бөлімінде кездесеміз. Мен оны жақын жерде ақ халат киіп көрудің орнына. Бір әдемі таңертең, мен оны түнде болған үлкен шұғыл онкологиялық операциядан кейін төсекте көрдім. Ішек ісігі туралы. Оның бәрі түсінетін үлкен мұңды көздері. Мен ешқашан ұмытпаймын. Мен оны жақында көрдім. Олар шай ішіп отырды. Бірақ бұл жолы ол маған ирандық құрмаларды ұсынды. Егер сіз ішек онкологиясы егде жастағы адамдарда жиі кездеседі деп ойласаңыз, бұл дұрыс емес. Ол 40 жаста еді. Өкінішке орай, ішек онкологиясы ең көп таралған қатерлі ісіктердің бірі болып табылады. Және алғашқы белгілер өте кеш пайда болады. Айтпақшы, менде арнада қатерлі ісік белгілері туралы бейне бар. Кім көрмеген? Қараңыз, мен сілтемені сипаттамада қалдырамын. Дәл қазір бұл бейнеде мен сізге 10% қалай пайдалану керектігі туралы егжей-тегжейлі айтып беремін. Сіз жасушалық деңгейде қатерлі ісіктің дамуын тежей аласыз, денеңізді қайта бағдарламалай аласыз, онкология қаупін 50% төмендете аласыз, ішектеріңізді тазарта аласыз, гормондарыңызды қалпына келтіре аласыз. Және қалпына келтіре аласыз. Денсаулығыңызды бақылауға алыңыз. Бүгін біз бұл тағамдарды жақсы білеміз. Олар онкологияның алдын алу бойынша халықаралық хаттамаларға дәлелдемелердің ең жоғары деңгейімен енгізілген. Дәл қазір мен сіздермен өзім не жейтінімді, отбасыма не беретінімді және пациенттеріме не ұсынатынымды бөлісемін. Уақыт пен прогресс басты назарда болды. Қалалардың дамуы мен индустрияландырудың арқасында азық-түлікті көбірек сақтау қажеттілігі туындады және бұған ультра өңдеу деп аталатын өнімдердің көмегімен ғана қол жеткізілді. Бұл ретте ежелден қатерлі ісікке қарсы әсері бар барлық дәрумендер мен пайдалы микроэлементтер толығымен жоғалады. Бұл жерде ультра өңделген өнімнің не екенін түсіндіру маңызды. Бұл өнеркәсіпте өндірілген, айтарлықтай технологиялық өңдеуден өткен және біздің әдеттегі үй тағамдарын қамтымайтын ингредиенттердің көп мөлшерін қамтитын өнімдер. Мұндай өнімдерге тән белгілер бар. Бұл ұзақ сақтау мерзімі. Құрамында қант, тұз және әртүрлі трансмайлары бар. Құрамында талшықты қоректік заттар аз. Химиялық атаулары бар ингредиенттердің ұзақ тізімі. Агрессивті жарнамалары мен қаптамалары бар. Ең бастысы, қосымша өңдеусіз жеуге дайын емес. Келесі факт. Онкологияның 30-50% генетикаға емес, тамақ пен қоршаған ортаға байланысты. Ультра өңделген тағамдарды тұтыну, сүт безі, ішек және простата обыры қаупін арттыруға кепілдік береді.
Тіпті бұл тағамдарды тұтынудың 10%-ға артуы тәуекелді 12%-ға арттырады. Сіз күн сайын жарты қорап темекі шегетін сияқтысыз. Бұл диета емес, бұл табиғатқа қайта оралу. Және бұл барлығына қол жетімді. Бірінші, тұтас дәнді дақылдар қатерлі ісіктен қорғаудың негізі болып табылады. Ультра өңделген тағамдар бос калория болып табылады. Ал тұтас дәндер талшықтар, витаминдер, антиоксиданттар және тірі энергия болып табылады. Тұтас дәндер бұл табиғи, тазартылмаған түрдегі дәнді дақылдар. Тез қайнатылмайтын сұлы жармасы, қарақұмық жармасы, қоңыр жабайы күріш, тары, арпа және амарант ежелгі инкалардың тағамы бойынша құдай. Олардың барлығы астықтың 3 қабатын сақтайды. Ұрық, кебек және қабық. Кебектің ұрығында барлық қорғаныс заттары жасырылған. Онда жүргізілген зерттеулерді пайдалана отырып, диетасы өңделмеген дәнді дақылдардың 10% құрайтын адамдарда ішек онкологиясының даму қаупі 15%-ға төмен. Талшық, токсиндер мен холестеринді байланыстырады. Оларды ішектен шығарады. Ол сондай ақ қанттың сіңуін баяулатады және инсулин деңгейін төмендетеді. Ал жоғары инсулин рак клеткаларының отыны ретінде белгілі. Талшық ішектің қабынуын айтарлықтай төмендететін жақсы бактерияларды тамақтандырады. Менің сүйіктімнен кешке қарақұмықты айранмен толтырамын. Таңертең ол дайын. Дәмі мен пайдасын жеткізу мүмкін емес. Сонымен қатар біз үйде нан пісіреміз. Бұл біз ойлағаннан әлдеқайда оңай болды. Үйде дайындалған сұлы печеньесі біздің және балаларымыздың өмірін мәңгілікке өзгертті. Ал соңғы аяннан бұл амарант печеньесі. Бірақ ешкімді қалдырмайтын күтпеген дәм. Бейжай, мұның бәрі қалай көрінеді? Және сіз менің әйелімнің телеграммасынан көптеген тегін рецептерді таба аласыз. Мен сілтемені сипаттамада қалдырамын. Сарымсақ, табиғи химиотерапия. Сарымсақтың құрамында қатерлі ісікке қарсы күшті қосылыс алицин бар. Ол сөзбе-сөз жарылып кетеді. Бұл ішкі жағынан рак клеткалары. Зерттеулер көрсеткендей, күнделікті сарымсақ тұтынатын адамдарда асқазан мен ішектің қатерлі ісігі 30%-ға аз болады. Маңызды нюанс бар. Алицин сіз оны бергеннен кейін 10 минуттан кейін ғана белсендіріледі. Сығылған немесе кесілген. Сондықтан күту керек. Менің кез келген балыққа арналған арнайы соусым. Зәйтүн майы, лимон шырыны, соя соусы, 1 шай қасық бал және сығылған сарымсақ. Өте ұқыпты, бұл өте дәмді. Ал сіз сарымсақты қалай жейсіз? Түсініктемелерде бөлісіңіз, бір-бірімізді шабыттандырайық. Бұршақ, жасымық, жер жаңғақ. Егер бірдеңе болса, жаңғақ емес, бұршақ дақылдары өсімдік ақуызының ең жақсы көзі болып табылады. Олар бірегей. Олар сүт безі мен простата обырының алдын алу үшін маңызды болып табылатын бос эстроген деңгейін төмендетеді. Фитоэстрогендерге бай. Олар гормондарды жоғарылатпайды, бірақ реттейді. Ал май қышқылдары ішек жасушалары үшін отын және күшті қабынуға қарсы агент болып табылады. Зерттеулер көрсеткендей, бір апта ішінде бұршақ дақылдарын 3 немесе одан да көп рет тұтынатын адамдарда ішек қатерлі ісігінің даму қаупі 38% төмен. Менің үздігіштігім. Грузин лоббиі. Кинза, сарымсақ және дәмдеуіштер қосылған бұршақ. Жасымық салаты және назар аударыңыз. Терезеде өскен бұршақ салаты. Өмірдің өзі, жаңғақтар, қабықтағы табиғи дәріхана, денсаулық концентраты. Олардың құрамында омега 3, Е дәрумені, селен, магний және полифенолдар бар. Зерттеулер көрсеткендей, жаңғақтарды тұтыну қатерлі ісік ауруының қаупін 20%-ға, ал жүрек, қан тамырлары ауруларын 29%-ға төмендетеді. Бірақ ереже бар. Ең төменгі тиімді доза тәулігіне 30 грамм, шамамен 1 уыс суық сығымдалған өсімдік майлары. Ысырапшыл және пальма майы өнеркәсіптік улану болып табылады. Олар созылмалы қабынуды тудырады. Қатерлі ісіктің негізгі ошағы. Ал зәйтүн, зығыр майы мен асқабақ майы түрі. Өздеріңіз білетіндей, Грецияда көптеген 100 жылдықтар өмір сүреді. Өйткені олардың рационында күнделікті зәйтүн майы бар. Мұнда бір ғана ереже бар. Үйде тазартылған майдың болмауы. Ал бірдеңені қуыру керек болса, зәйтүн майын қолдануға болады. Қосымша сынып, ол 180 градусқа дейін қызуға төтеп бере алады.
Көк шай қатерлі ісікке қарсы негізгі қару болып табылады. Катехиндер ісіктердің өсуін тежейді. Дыңқ зақымданудан қорғайды және майдың жағылуын тездетеді. Жапониядан келген зерттеулер көрсеткендей, күніне 3 кесе жасыл шай ішетін әйелдерде сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупі 20-30% төмен. Мұнда ешқандай ереже жоқ. Тек әдет және күніне 1-2 кесе кофені алмастыру керек. Қызанақ. Дәлірек айтсақ, қызанақ құрамындағы ликопин простата обырына қарсы күшті қалқан болып табылады. Халықаралық хаттамалар адамдарға простата обырының алдын алу үшін қызанақты тұтынуды ұсынады. Зәйтүн майымен үйлескенде ликопин жақсы сіңеді. Қуық асты безінің, қуықтың қатерлісігі. Ирак бүйрек менің сараптамамның басты бағыты болып табылады. Менің артымда Израильдің Хадаса клиникасы мен еуропалық медициналық орталықты қоса алғанда ең жақсы клиникаларда 15 жылдан астам тәжірибем бар. Мәскеудегі Скалково менеджмент мектебінің түлегі. Онкологияға күдік бар ма? Әлде диагноз қойылды ма? Онкологтың сараптамалық кеңесі қажет. Сілтеме сипаттамада. Ал енді менің сүйікті қызанақ рецептім. Біз қызанақты сарымсақ пен суан тұзымен кептіріп 1 жыл бойы жейміз. Рецепті қайдан алуға болатынын білесіз бе? Антиоксиданты бомба жидектері. Көкжидек, қаражидек, малика, таңқурай мен мүкжидек планетадағы ең күшті антиоксиданттар болып табылады. Миды қартаюдан қорғайды. Тамырлардағы қабынуды азайтады. Ішек пен кеудедегі рак клеткаларының өсуін баяулатады. Су. Бұл негізгі детокс. Қантты сусындар нағыз улану. Күніне 100 мл сода қатерлі ісік ауруының қаупін 18% арттырады. Ал су бауырды тазартады, токсиндерді кетіреді және қабынуды азайтады. Ақырында ашытылған тағамдар иммунитеттің негізгі көзі болып табылады. Сау ішек, сау иммунитет, қатерлі ісікке қарсы қорғаныс, айран, ашытылған қырыққабат, үйдегі квас, камбуча, камбуча, қансыз йогурт. Мұның бәрі микробиотаны қалпына келтіреді. Қабынуды азайтады және патогендік бактериялар. Менің рецептім қарапайым және өте пайдалы. Бұл үйдегі лимонад. Мен жеміс сусынын алып, аздап лимон, жарты шай қасық үй ашытқысын қосып, таңға дейін қалдырамын. Таңертең тоңазытқышқа салып, тоңазытқышты күзетеміз. Балалар өздеріне ұнамайтындай ішеді. Бұл жай ғана тамақ емес. Бұл денені қалпына келтіруге арналған бағдарлама. Біз генетиканы басқара алмаймыз, бірақ аузымызға не салатынымызды басқара аламыз. Сіз бәрін бірден жеуге міндетті емессіз, бірақ әрбір өнім қатерлі ісікке қарсы қорғанысыңыздың негізі болып табылады. Рецептеріңізді түсініктемелерде бөлісіңіз. Қосымша ақпарат менің Telegram каналымда. Жазылыңыз, видеомен бөлісіңіз. Мүмкін сіз өзіңізді ғана емес, жақындарыңызды да құтқаратын шығарсыз. Денің сау болсын, қамқор бол, жақын арада кездескенше.